Менің атым, аяулым, сырт көзге менің өмірім үлгі боларлықтай еді. Сүйген күйеуім бар, өш шаңырағым бар. Данияр екеуміз бірнеше жыл бұрын үйлендік. Ол мейірімді, еңбекқор, отбасы үшін жанын беретін адам. Бірақ жүріп кейде ақылды тыңдамайды екен. Бәрі Даниярдың ағасы Асқардан басталды. Ол бізге жиі келетін, тіпті кейде бірнеше күнге қонып қалатын. Әзіл қалжыңы жарасқан, жан-жағына жарық шашып жүретін. Даниярға қарағанда сөзшең, көңілді болатын. Оның келгенін жасырын күтіп жүретінімді бір күні ғана түсіндім. Алғашында бұл сезімнен қорықтым. Бұл дұрыс емес, ол қайнағам ғой деп өзімді тежегім келді. Бірақ Асқар кейде менің көзіме ұзақ қарайтын. Ол көзқарастың артында айтылмаған сыр бар еді. Қайнағамның көзінен әлдеқандай отты сезетімін. Бір күні кешкісін Данияр жұмыстан кешігіп қалды. Асқар екеуміз дастархан басында әңгімелесіп отырдық. Әңгімеміз бірде күлкіге, бірде ойға жетелеп әкетті. Ол мені ерекше ықыласпен тыңдайтын. Көзімнің ішіне қараған сайын жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдейтін болды. Асқар кенеттен менің қолымды ұстап қалды. Тоқ соққандай болдым. Қарсы шығуым керек еді, бірақ үнсіз отырдым. Оның қолы жылы, сенімді еді. Сол сәтте мен алғаш рет өзімді Даниярдың емес, Асқардың жанында әлсіз сезіндім. Сол кештен бастап бәрі өзгерді. Менің ойымнан Асқар кетпей қойды. Күйеуім үйде жүргенде де, жұмысқа кеткенде де, тіпті түнде қасында жатқанымда да менің ойым басқа жаққа ауып кете беретін. Өз-өзіммен арпалысып, жүрегім екіге бөлінгендей едім. Бұл күнә. Бұл опасыздық. Бірақ неге мен соны қалап отырмын? Деген ой маза бермеді. Ал Асқар болса, әр кездескен сайын көзқарасымен бәрін айта беретін. Оның көзіндегі шақыруды мен түсінетінмін. Бірақ арамыздағы тыйым бізді үнсіз тежеп тұрды. Бір күні үйде екеуміз ғана қалдық. Үйде жалғыз қалған сәтім алғаш рет соншалық қауіпті әрі тәтті болды. Данияр сапарға кеткен, үйде Асқар екеуміз ғана едік. Үйдің іші тыныш, әдеттегідей теледидар қосулы, бірақ ешкімнің ойын ондағы бағдарлама қызықтырмайтын. Асқар ас үйде кофе қайнатып жүрді. Оның әр қимылы маған тым жақын, тым ыстық сезілді. Мен өзімді сабырға шақырғым келді, бірақ жүрегім дүрсілдеп, денем қыза берді. Шаршаған шығарсың, деді ол маған қарап. Иә, дедім жай ғана, көзімді тайдырып. Ол қолындағы кесе менің алдыма қойды да қасымдағы орындыққа жайғасты. Үнсіздік орнады. Сол үнсіздіктен екеуміздің жүрек соғуымыз ғана естілетіндей болды. Асқар кенет еңкейіп бетіме жақындады. Жүрегім жарылып кетердей болды. Тоқта деп айқайлағым келді, бірақ тілім байланып қалғандай үн шықпады. Оның алақаны бетімді сипағанда бүкіл денем қалш етіп әлсіздігімді сездім. Ол мені құшағына басты. Кеудесіне басым тигенде жүрек дүрсілі құлағыма жетті. Біз ұзақ үнсіз тұрдық. Сол үнсіздіктің ішінде қанша күнгі жасырын құмарлық пен шыдамсыздық сыйып тұрды. Асқар ақырын ернімді іздеп тапты. Сол сәтте уақыт тоқтағандай болды. Бүкіл әлем жоғалып, тек екеуміз ғана қалғандай. Менің қолым еріксіз оның иығына оралды. Одан әрі қарсыласудың мәні қалмағанын сездім. Құмарлық бәрін жеңді. Біз қонақ бөлмедегі диванға отырдық. Асқардың қолы баяу менің белімді, арқамды сипады. Ол әр қимылында менің әлсіздігімді біліп, соны пайдаланып тұрғандай. Менің ішімде от жанып, тоқтай алмай бара жатқанымды түсіндім. Оның еріндері мойнымды, иығымды кезек сүйіп өтті. Денемнің әр нүктесін оятып жатқанда еді. Сол сәтте мен өзімді бұрын соңды сезбеген бір әлемге енгендей болдым. Ал менің ойымның түкпірінде бір ғана ой қалып қойды, енді қайтып жол жоқ. Асқардың құшағында еріп бара жатқанымды сездім. Бұрынғы барлық ойым, уайымым, тыйымым бәрі жоғалғандай. Тек жүрегімнің дүрсілімен денемнің қызуын ғана сезіп тұрдым. Ол мені баяу көтеріп диванға жатқызды. Көзіме тіке қарады. Сол қараста сұрақта, жауапта бар еді. Қалайда тоқтамаймыз ғой деген үнсіз келісім. Мен еріксіз басымды изедім.
Асқар қолымен шашымды сипап, мойнымды сүйіп өтті. Оның әр қимылы ішімдегі құмарлықты оятып, жанымды билеп алды. Өзімді алғаш рет әйел ретінде нағыз қалаулы сезіндім. Ол менің үстімнен жеңіл итеріп, мені толықтай өзіне берілетіндей етті. Қолдары белімнен сырғып өтіп, жанымды дірілдетті. Оның ыстығы мені өртеп бара жатты. Мен көзімді жұмдым. Тек денемдегі әр толқынды сезінгім келді. Оның еріндері менің иығымнан төмен сырғып, жүрегім дүрсілін баса алмай қойды. Сол сәтте уақыт жоғалды. Бізге ешкімнің дауысы, ешбір ережесі әсер етпеді. Тек құмарлық пен тыйым салынған рахат қана қалды. Асқардың құшағында мен өзімді бөтен әлемге кіргендей сезіндім. Бұл әлемде тек екеуміз едік, ешқандай заңда, уәдеде жоқ еді. Бір сәтке мен ұмытып кеттім, менің күйеуім бар екенін, бұл сатқындық екенін. Тек тәнім мен жаным Асқардың құшағында бақыт тауып жатты. Көзімді ашқанымда Асқар мені құшақтап жатыр екен. Оның тынысы терең, қолы әлі де белімде. Мен сол сәтте бақыт пен қорқынышты қатар сездім. Енді қайда қашамын? Бұл құпия қанша уақытқа созылады? Деген ой маза бермеді. Күндер өтіп жатты. Бірақ сол бір түннен кейін өмірім өзгеріп кеткенін іштей сездім. Даниярдың қасында жүрсем де, ойым басқа жаққа ауып кететін. Асқардың жанарындағы от, құшағының жылуы мені үнемі соңынан тартып тұратын. Әр кездескен сайын Асқар екеуміз үнсіздікпен бәрін түсінетінбіз. Бірақ бұл құпия ұзаққа созылмайтынын екеуміз де білдік. Құмарлықтың дәмін татып қойғаннан кейін тоқтау мүмкін болмай қалды. Бір күні Данияр үйге көңілсіз оралды. Ас үстінде маған ұзақ қарады да: "Соңғы кездері сен өзгеріп кеттің, бір түрлісің" деді. Сол сәтте жүрегім зырқ ете қалды. Оның күдікке толы көзқарасы мені тіліп өткендей болды. Жүрегімде қорқыныш пен ұят араласып көзіме жас үйірілді. "Жоқ, шаршаған шығармын" деп сыбырладым. Бірақ даусым дірілдеп шықты. Осылайша екі оттың ортасында қалдым. Бір жағында маған сенетін күйеуім, екінші жағында жүрегімді билеп алған қайын ағам. Күн сайын өзімді жеп бітіретін арпалыс басталды. Асқар екеуміз қайта-қайта құпия кездесулерді жалғастыра бердік. Әр құшағымыз тыйым салынған, бірақ тәтті. Әр сәт, әрі қуаныш, әрі азап. Бірақ бір күні бізді Данияр күтпеген жерден көріп қалды. Ол есіктің алдында үнсіз тұрды. Көзінде ашудан гөрі қайғы басым еді. Сол сәт менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Асқар орнынан тұрып бірдеңе айтқысы келді. Бірақ Данияр қолын көтеріп тоқтатты. Оның көзқарасында "Сендер екеуің де мені сатып кеттіңдер" деген үнсіз жан айқай бар еді. Мен орнымнан тұрып жылап жібердім. Қолымды созып кешірім сұрағым келді, бірақ тілім байланып қалғандай болды. Сол сәтте бәрі бітті. Біздің құмарлығымыз бақыт сыйлағанымен, ол бүкіл өмірімізді қиратып тынды. Сенімді, махаббатты, отбасыны. Мен сол күні түсіндім, бір сәттік құмарлықтың құны бүтін тағдыр.